Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсететін болам. Үйрену өте оңай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай қызыл және ақ түстен королевский велюрдан ананас шиғырағын үйрететін боламын. Ол үшін бізге қажет, астарлық қажет, размері 27-27, артық болса қиып алып тастаймыз. Содан кейінгі бізге қажет болады құрақтың көзі. Бұл 5-5, міне ортасына қоямыз. Содан кейінгі бізге қажет ені 4 см болатын ақ пен қызыл мата жолақтары қажет. Сосын бізге қажет 2-6-6 шаршы қажет. Оны осылай сызып 2-ге жарып аламын. Және соңғы бізге қажет 15-15, осындай шаршы қажет 15-15. Бұны 4-ке бөліп алам, міне сызып дайындап қойдым. Міне астарлығымызды сызып дайындап алдық. Құрақ көзін дәл осылай қылып орналастырамыз да. Бұрыштар бір-біріне келу керек. Осыны тігіп шығамыз бірінші. Міне құрақ көзін тігіп алдық. Енді бізге мына екінші 6-6 шаршымызды кесіп аламыз. Міне 4 шаршы шықты. Енді осыны тігеміз. Тігу үшін бізге міне қиып алдық. Енді мына бұрышын мына неге сызыққа келтіріп қоямыз. Міне өстеміз да өстіп тігіп аламыз. Міне осылай болып шықты. Енді екіншісін да осылай тігіп аламыз. Міне біріне 4 неміз шаршымыздың бұрышымындай болып шықты. Екіншісін да осыған қоямыз да жайлап тігіп аламыз. Өсіп, мына 4-еуін де тігіп аламыз қойып. Міне 4-нені тігіп алды. Жаңа қиған шаршымызды осылай болып шығады. Енді келесі қызылымызды алып аламыз да. Міне қызыл мата жолағымызды мына құрақ көзі тұр ғой 4 бүрісті, соның мына жеріне келтіріп тігеміз. Абайлап мысалға бүйтіп қоямыз да. Енді осылай 4 жағында тігіп шығамыз.
Бұл құрағымызды королевский велюрдан құрап жатырмыз. Міне айналдырақ қызыл мата жолағымызды салып шықтық. Енді біз мына ақ үшбұрышына қайтадан қайталаймыз. Ол үшін біздер бүйтеміз. Мына ортаңғы сызық дайын тұр ғой. Сол сызыққа мына жолағымызды қоямыз да. Енді төртінші қапталын саламын. Міне осылай болып шықты. Астыңғы былай төртбұрышты шықты, ақ төртбұрышты былай шықты. Енді бізге мына ақты тігіп шықтық. Енді осылай айналдыра мына қызылдың несін келтіріп отырып, мына жерге келтіресің тіккен кезде мына бұрыштарына қызылды айналдыра тігіп шығамыз, сосын ақты қайтадан осылай тігіп шығамыз, сөйтіп қайталай береміз. Бұл құрақ мата жолақтарын 3 сантиметрмен де тігулеріңізге болады, бірақ көлемі өте кішкентай болып кетеді. Енді мына ақ астыңда қалып қойды ғой, енді үстіне қызыл шаш шықты. Енді
мына түскен ақтың несінен келтіріп отырып тігеміз. Міне көрдіңіздер ме? Әдемі болып жатыр. Осылай. Енді қайтадан қызыл тігеміз, ақ тігеміз, қызыл тігеміз, ақ тігеміз. Міне. Енді ақты тігеміз.
Міне 15-те 15 жаңағы 4 бұрыштымызды 4-ке бөліп аламыз. Енді мына соңғы қиып алған 3 бұрышымызды тігеміз. Міне 4-нені тігіп шықтық жаңа. Енді осылай қайырып, жұқары тігіп шығамыз айналдыра. Сосын мына артқы жалбырағандарын бәрін қиып тастаймыз. Дайын болды. Ананас құрағы үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Осындай болып шығады. Размері 23-те 23.